Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2025 жылы жарық көрген «Последняя капля» фильмі. Джинай таңғы 6-да шашылып жатқан, жиналмаған пәтерінде оянды. Әйел науқас қызы Арияны жалғыз өзі тәрбиелеп отыр. Қызын шомылдырып жатқанда, Ария мұғалімнің оны мазақтайтынын айтып шағымданды, себебі олардың отбасы мектептегі түскі асқа қажет $40 төлей алмайды. Джинайдың қалтасында көк тиын да қалмаған еді, бірақ соған қарамастан соңғы тиынын бұрынғы маскүнем мүгедекке беріп жіберді. Ой, для него деньги нашлись, а за квартиру заплатить не можешь. Бүгін әйел жалақысын алып, сағат таңғы 10-ға дейін пәтер ақысын төлеуі керек. Әйтпесе, үй иесі олардың барлық заттарын далаға лақтырып тастайды. Попроси их прикрутить музыку, чтобы дочка могла спать ночью. Еще чего? Он-то платит за аренду. Әйел қызын мектепке апарып, таңғалған мұғалімге қол бұлғап қоштасты. Содан кейін ол жұмыс істейтін дүкенге жол тартты. Маркет ренжіген, ашулы сатып алушыларға лық толы еді. Кассирлердің бірі ауырып қалғандықтан тек 2 ғана касса жұмыс істеп тұр. На нее ползет еле-еле. Бір отбасы азық-түлік ақысын әлеуметтік карта арқылы төлемек болды. Джинай оларға бұлай жасауға болмайтынын ескертті. Сонда ер адам ашуланып, аяғының астына шыны бөтелке лақтырып жіберді. Жұмыстағы құрбысы Джинай мен оның науқас қызына жаны ашып, дәріге аздап ақша ұсынды. Әйел бұл ауыр кезеңнің жақында аяқталарына үміттенеді. Ол мейірбике мамандығын оқып алып, Ария екеуінің өмірі жақсарады деп сенеді. Кенет мектептен қоңырау шалып, Джинайды өз қызын ұрады деп айыптады. Ал шын мәнде науқас қыз ваннада тайып құлап кеткен еді. Басшысы Ричард Джинайға тезірек залға оралуын бұйырды, бірақ әйелге шұғыл түрде мектепке бару қажет болды. Чтоб твой зад был здесь через полчаса. Я не успею. Тебе надо или нет? Ладно. Сондай-ақ Джиная сол сәтте ақ жалақы чегін беруді сұрады, бірақ Ричард оны шетке қақты. Әйел банкке жүгіріп барып, карточкасынан соңғы $40 шешіп алмақ болды. Алайда банкомат ақша беруден бас тартты. Ақыры ол ұзақ кезекке тұруға мәжбүр болды. Осы уақытта мектепке әлеуметтік қызметкерлер келіп үлгерді. Олар тергеу аяқталғанша қызды уақытша алып кетпек болды. Мұғалім Ария мектепке аш әрі кір-кір күйде келеді деп мәлімдеді. Джиная болса, қыздың ауруына байланысты арнайы диетада екенін түсіндірді. Иә, үйде ыстық су мен газ жиі болмайды, бірақ ол бәрібір қызын жуындырады. Бірақ бәрі бекер, шешім әлдеқашан қабылданып қойған еді. Енді Джиная қызы Арияны біраз уақыт көре алмайды. Көз жасын тыя алмай, Джиная жұмысқа қайтпақ болды. Сол сәтте басқа бір жүргізуші оған соғыла жаздап, ашумен кофе құйылған стаканды лақтырып жіберді. Бірақ бұл оған аз көрінді, ол әйелдің көлігіне әдейі соғылды. Машина бұдан кейін от алмай қалды. Сол ашулы еркек полиция қызметкері болып шықты. Ол қатыгез ақ нәсілді полиция келесі жолы оны асфальтқа жайып жіберетінін айтты. Тек оның әріптес әйелі келіп, екеуін ажыратып жібергенде ғана жағдай тынышталды. Бірақ ол әйел Джинаяның жүргізуші куәлігінің мерзімі өтіп кеткенін анықтады. Я выписываю штраф и конфискую машину. Нет, умоляю, мне нужна машина. Осылайша Джиная көлігінен айырылып, мүлде еңсесі түскен күйі дүкенге қайтып келді. Ол жұмыстан 2 сағатқа жуық уақытқа қалып қойған еді. Джинаяның сылтаулары бастықтың зығырданын қайнатты. Ол немқұрайлы қызметкерді жұмыстан шығарып, үстіне еңбек ақысында бірден беруден бас тартты. Ережеге сай, чекті кейін пошта арқылы жібереді. Ал Джинаяға ақша дәл сол күні ауадай қажет болатын. Үйіне оралғанда әйел барлық заттарының жаңбыр астында көшеде жатқанын көрді. Үй иесі айтқан уәдесін орындаған еді. Джинаяның жүйкесі сыр беріп, ол бүкіл көшеге айқай салды. Сәл сабасына түскен соң, әйел қайтадан дүкенге барып, Ричардтан чегін қайтарып беруін өтінді. Дәл сол сәтте кабинетке 2 қарақшы кіріп келіп, Ричардтан кассадағы барлық ақшаны беруді бұйырды. Олар тіпті Арияның дәрілері салынған сөмкесінде тартып алмақ болды. Бірақ Джиная қарсыласуға тырысты. Ақырында тапанша оның қолына түсіп, әйел қарақшылардың бірін атып тастады. Екіншісі қашып кетті. Бастық бұрынғы қызметкерін дереу айыптай бастады, барлығының артында Джиная тұр деп сендірді. Яғни, бұл тонауды ұйымдастырған сол, ал қарақшылар оның сыбайластары. Ричард полицияға хабарласып, оқиғаны солай жеткізді. Я его знала, Джиная, ты его знала, гнить тебе за решеткой! Тағы бірнеше сөз айтылған сәтте, Ричард ес-түссіз еденге құлап түсті, Джиная бастықты атып тастады. Бірақ ол ақшаны қолына да тигізген жоқ. Тек өз еңбек ақысының чегін алып, оны банкте қолма-қол ақшаға айналдырмақ болды. Банк бөлімшесі жабылып қалған еді, бірақ менеджер Николь әйелге жаны ашып, күзетшіге оны ішке кіргізуді бұйырды. Осы уақытта полиция оқиға орнына жетіп үлгерді. Тергеушілер бақылау камераларындағы жазбаларды қарап шықты, кімді іздеу керектігі бірден белгілі болды. Енді тек Джинаяның қарақшылыққа қатысы бар жоғын анықтау қалды.
Дженаяның құрбысы оның кінәсіз екенін айтты. Ол жақсы адам, тек өмірде қиын жағдайға тап болған. Алайда чекті қолма-қол ақшаға айналдыру мүмкін болмады, Дженаяның жанында құжаттары болмады. Сол кезде әйел үстелдің үстіне тапаншасын қойды. Кассир Тесса білдірмей дабыл түймесін басты. Менеджер полицияға банкке шабуыл жасалып жатқанын хабарлап, күдіктінің түр сипатын сипаттап берді. Осы сәтте Николь Дженаяның өзімен бірге бомба алып келгенін байқап қалды, бірақ ол шын мәнінде қызының мектептегі жобасы болатын. Дәл сол уақытта детективтер күдіктінің үйін тінтпек болған, бірақ кенет оларға хабар түсті. Іздеудегі әйел дәл қазір банк тонап жатыр екен. Кассирлер барлық ақшаны алып берді, ал Дженая болса, өз чегін ғана бар болғаны $500 қолма-қол алғысы келгенін қайталап айтты. Осы кезде Николь клиентті сыртқа шығарып жібермек болды. Простите, да? Я не знаю, что с ней такое. Можете, пожалуйста? Дженая әлі не болып жатқанын түсінбей тұрды. Неге кассир жылап отыр, неге бәрі үрейленген? Дәл осы сәтте банкты полиция көліктері қоршап алды. Бір клиент оның қолындағы тапаншаны жұлып алмақ болды, бірақ әрекеті сәтсіз аяқталып, ол күзетшімен бірге көшеге қашып шықты. Дженая пистолетін сермеп, айғайлап, айналасындағылардың неліктен өзін жау көргенін түсінбей қалды. Ал теледидарда дәл сол сәтте төтенше жаңалық жүріп жатты. Хабарда банк тонап, 2 адамды өлтірген қауіпті қылмыскер әйел туралы айтып жатты. Полиция штабында детектив Реймондқа жағдайды реттеу тапсырылды. Басшылар оны таңдады, өйткені ол әйел, демек, Дженаямен сөйлесіп, сеніміне кіруі жеңіл болады деп ойлады. Почему ты думаешь, что это сработает? Ее ограбил мужчина, ее подставил мужчина, она убила мужчину. Дженая неге айнала толған полиция деп аң-таң. Ол тек жалақы чегін қолма-қол ақшаға айналдыру үшін келген. Бірақ жағдай бақылаудан шығып кеткен. Әйел әлі де банк қызметкерлерін нысанаға алып, тапаншасын бағыттап айғайлап жатыр. Мне никто никогда не помогает. Я сама все делаю. Каждый сраный день я делаю все сама. Реймонд тағы да сабыр сақтауға шақырды, бірақ Дженая енді ешкімге сенбейтін. Ол телефонды лақтырып тастады. Ақыры өз чекінен $500 алды да, $40 қызы Арияға түскі асқа беруді өтінді, өйткені бұл жерден тірі шықпайтынын сезді. Ол полицейдің өзін сөзсіз атып тастайтынын білетін. Дженая барлығына жалюзи жабуды бұйырды да, не істеу керегін ойлана бастады. Кейбір қариялар ашуланып, оны жалқау, сылтау айтқыш әйел деп сөкті. Бір ерлі зайыпты тіпті түңіліп, сыртқа шығып кетті. Бұдан кейін Дженая есіктерді құлыптатты. Сол сәтте бомба деп саналған құрылғы пипілдей бастады. Саперлерді күткен полиция сыртта абыржып тұрды. Бірақ Дженая құрылғыны өшіріп тастады, бәрі бір сәтке жеңіл дем алды. Ол кресло сүйреп әкеліп, барлығына отыруды бұйырды. Сосын Реймондпен сөйлесіп, өз өмірін баяндады, жұмыссыз қалғанын, үйсіз қалғанын, қызын қалай жалғыз асырап жүргенін. Кассир Тесса жасырын түрде Дженаяның бұл әңгімесін телефоны арқылы интернетке тікелей эфирде көрсетті. Бір сәтте бүкіл ел әйелдің тағдырын білді. Дженая сондай-ақ өзінен кек алуға уәде берген ашулы полицейден қатты қорқатынын мойындады. Сөзін аяқтаған соң, ол банктың барлық бақылау камераларын өшіріп тастады. Осы кезде Тесса қашпақ болды, бірақ есік құлыптаулы екенін ұмытып кетті. Енді ол таңдана қарап тұрды. Неге бәрі кенеттен Дженаяға құрбан ретінде қарай бастады. Николь Дженаяны өз кеңсесіне кіргізіп, үстел үстіндегі отбасының суретін көрсетті. Оның да балалары бар екенін айтты. Мүмкін енді тоқтайтын уақыт келген шығар, деді ол жұмсақ үнмен. Егер қазір берілсең, Ария сені түрмеден шыққанда әлі күтіп жүретін болады. Дженая басын изеді, бірақ бір шарт қойды. Тек ана қатыгез полицейді қызметінен алып тастаса ғана, деді ол. Осы сәтте банкке ФБР агенттері келіп жетті. Кешке қарай ғимарат маңына Дженаяны қолдаушылар тобы жиналды. Оларға бәрібір сияқты еді. Әйел жазықсыз адам өлтіргенін елемей, оны батырана деп қорғап тұрды. Но как эти сволочи ее довели, блин? Я ее понимаю. Фиг тут не сорвешься. ФБР агенттері жергілікті полицейлерді шетке сырып, операцияны өз қолдарына алды. Дженая кепілдегілерге шағымданып, үйімде тіпті кондиционер де жоқ, деді. Сонда бір әжей күліп, мен 40-шы жылдары туғанмын. Бүкіл өмірімді кондиционерсіз, сенен де ауыр жағдайда өткіздім, деп жауап қатты. Дженая ауыр науқас қызы жайлы айтып, түрмеге түскеннен кейін Арияны өз қамқорлығына алуын банк менеджерінен өтінді. Кепілдегі әжейдің қант диабеті бар екенін білген соң, ол оны тезірек босатып жіберді. Сыртта жиналған халық Дженаяға бостандық деп айқайлап, ұрандатуда еді. Сол сәтте ФБР агенті әйелге телефон шалып, дөрекі сөйлесті. Бұған ашуланған Дженая қайтадан өзін ұстай алмай қалды. Қосымша үстіне бомба қайтадан шырылдай бастады. Барлығы үрейленіп, жарылыс бола ма деп зәре-құттары қашты. Бірақ Дженая дер кезінде әрекет етіп, құрылғыны өшіріп үлгерді. Достала меня. Это не бомба? Дженая қатты таңғалды, неге бәрі оның шынымен бомба әкелді деп ойлайды.
Тесса сыпайы түрде дәретханаға сұранып шықты да, жасырын түрде полицияға хабар берді, бомба жалған. Ал оның бастығы бұл ақиқатты жасырып қалмақ еді. Себебі дәл сол бомба ғана полицияны шабуылдан, ал Джинаяны оқтан қорғап тұрған еді. Осы уақытта детективтер Джинаяның көлігін соққан адамның кім екенін анықтады. Сол дөрекі полицейге жұдырық тиіп, оны автотұрақтан қуып шықты. Реймонд әйелге хабар беріп, енді сен қорықпа, бәрі бақылауда деді. Бірақ Джиная талап қойды. Маған сол полицейдің суретін жіберіңдер. Халық оның қандай ит екенін білсін. Джиная келісімге келіп, берілуге дайын еді, бірақ ФБР басшысы бұйрық беріп, шабуыл операциясын бастауға шешім қабылдады. Бұйрыққа қарсы шыққан Реймонд банктың кіреберісіне қарай жүгіріп барды. Ол телефонды Джинаяға беріп, суретті көрсетуді сұрады. Әйел экранға бір қарағанда-ақ бәрін түсінді, олар оны алдамаған екен. Сол сәтте Джиная барлық кепілдегі әйелдерге: шығыңдар, бәрің босыңдар деді. Банкте енді тек екеуі қалды, Джиная мен Николь. Олар бірге бұл жерден шығуға дайындалып жатты. Будете навещать меня в тюрьме? Да, обещаю. Не забывайте давать моей малышке $40 на обед. Конечно. Кенеттен телефон шыр ете қалды, бұл Джинаяның анасы еді. Дірілдеген дауыспен ол жалғыз сөз айтты. Қызым, тыныштал. Ария жоқ. Кешке кішкентай Арияның ұстамасы ұстап, әжесі оны ауруханаға апарған. Бірақ дәрігерлер қыздың өмірін сақтай алмады. Сол сәтте бәрі орнына түсті. Бүгін Джиная шын мәнінде жалғыз оянған. Таңертең ол ешкімді шомылдырған жоқ. Жолда мектепке бара жатқандай өзімен өзі сөйлесіп келе жатқан. Сондықтан да мұғалім оған таңырқай қараған еді. Тіпті жұмыстағы мектептен қоңырау шалды дегені де бар болғаны елес. Өз ойының жаңғырығы ғана еді. Қызынан айырылғанын толық түсінген сәтте банкты арнайы жасақ қоршап, шабуыл бастады. Бәрі айқайлады. Қолыңды көтер. Ал келесі секундта автоматтардың жаңғырығы. Бойлерлер Никольді шетке тартып, Джинаяның қансыраған денесін қоршап алды. Бірақ кенет бәрі өзгеріп кетті. Бұл да Джинаяның қиялы екен. Ол әлі тірі еді. Николь ақыры әйелді көндіріп, онымен бірге сыртқа шығуға итермеледі. Джиная баяу басы полицейлерге арқасымен жүріп келе жатты. Реймонд алға шықты да, абайлап оның қолына кісен салды. Сыртта жаңбыр астында жиналған жұрт қол соғып тұрды. Ешкім ұрандамады, ешкім айқайламады. Тек үнсіз құрмет көрсетті. Ал Ричардтың туыстары арасында ешкім көрінген жоқ. Бұл фильм қазіргі таңда отбасын сүйреп келе жатырған кейбір әйел кісілердің күйін көрсеткендей. Қарыз, кредит, ипотека, балалардың тәрбиесі бәрі әйелдің жүгі болды. Осындай күйдегі барша әйел затына Алла жеңілдік берсін. Келесі кинотайымда кездескенше.